Сәлем достар! Күрделі логикалық сұрақтарды шешейік. Ал бастаймыз. Аудиторияда студенттер тест тапсырып отыр. Олардың қайсы шпор қолданып отыр? Мұқият қарасақ, нөмірі 2 қыздың қолының бәрі шпор. Тұтқынға түскен Джек бір түнде қабырғасы өте қалың қамаудан қашып шығу керек. Терезеден секіріп шыға алмайды, ол тым биік. Қазып шыға алмайды, қабырғасы қалың болғандықтан бір түнде үлгермейді. Ол қалай қаша алады? Оның жалғыз күрегі бар. Оған жай ғана сол топырақтардан үйінді жасап, терезеден шығуға мүмкіндік бар. Мына суретте не дұрыс емес? Әрине, инеліктің 4 қанаты болады. Достым, ал сен білесің бе, сенің қолыңда қаншалықты үлкен қағаз болса да, сен оны 7-ден артық қайыра алмайсың. Ал сенбесең жасап көр. Мұқият қарап, суреттегі қателікті табамыз. Жарайсың, достым. Бөлмеде 10 орындық бар. Оларды әр қабырғаға, яғни 4 қабырғаға 3 орындықтан етіп орналастыру қажет. Суретте не дұрыс емес? Жарайсың, достым, тамаша. Үстелде 3 алма және 3 сәбіз бар. Столдың үстінде қанша көкөніс бар? 3 сәбіз бар. Себебі алма жеміске жатады. Қағаз алып, ұзын сызық сыздың. Енді осы сызығың ұзын екенін дәлелдеу үшін не істеуге болады? Әрине, достым, қасына қысқа сызық сызамыз. Достар, бүгінгі сұрақтар ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Достарыңмен бөлісіп, каналға тіркел. Сау бол!